Сәлем. Бүгін мен сіздерге 2013 жылғы Поржене атты қорқынышты фильм туралы айтып беремін. Шытырман оқиғаны іздейтін ең жақсы достар бүкіл әлем бойынша саяхатқа шығады. Бірақ бейтаныс адаммен кездескеннен кейін олардың біріне жұмбақ ауру тиген кезде жағдай басқаша өзгереді. Көруден ләззат алыңыз. Балалық шақтағы ең жақсы достар Дерек пен Клифф бүкіл әлем бойынша саяхаттау жоспарлары туралы айтады. Жігіттер өздерінің шытырман оқиғаларын кейінірек ақырзаман деп аталатын сериал түсіру үшін бейнеге түсірмекші. Дерек шын мәнінде әлем бойынша саяхаттау оның бала күнгі арманы болғанын, бірақ оның бұрын мүмкіндігі болмағанын, өйткені ол уақытының көп бөлігін жұмыста өткізгенін айтады. Бұл арада Клифф кинорежиссер болып жұмыс істейді. Ол Дерекке сапардың өзіне қатты алаңдағанына қарамастан арманын жүзеге асыруға көмектескісі келеді. Клифф Деректің шешімін батыл деп санайтындар бар екенін, бірақ жігіттің қателесіп жатқанына сенетіндер де бар екенін түсіндіреді. Деректің айықпас дертке шалдыққаны белгілі болды, өйткені оның басындағы тамырлар дұрыс емес, пішінге ие және кез келген уақытта шатасып кетуі мүмкін. Бұл оған күн сайын соңғы күн сияқты әсер етеді. Сондықтан оның отбасы оның қауіпсіздігіне қатты алаңдайды. Бірақ Дерек оның кез келген уақытта өлуі мүмкін екенін біледі. Сондықтан ол өз өмірінен толық ләззат алуды шешеді. Ол өзінің арманын орындау керек деп санайды. Міне, X күні келгенде балалар Барселонаға келеді. Сол жерде олар қонақ үйде тұрып, құрал жабдықтарын дайындап жатыр. Келесі күні жігіттер қазіргі уақытта өз тобымен гастрольде жүрген достарымен кездеседі. Дерек пен Клифф оларға қосылуды және басқа елдерге концертке баруды шешеді. Гастрольде жүргенде Дерек өзін бұрын соңды болмағандай тірі сезінеді. 7-ші күні олар Парижге топтың соңғы қойылымына келеді. Онда Дерек қызбен кездесуге бел буады. Басында бәрі ойдағыдай болмай жатыр. Бірақ біраз уақыттан кейін ол көшеде Одри есімді сүйкімді қызды кездестіреді. Дерек бірден өзінің қатты ауырып жатқанын айтады. Бірақ Одри бұл туралы алаңдамайтын сияқты. Керісінше, бір сағаттан кейін олар қонақ үй бөлмесіне бірге барады. Түнде жігіттер оны еркелету үшін досының бөлмесіне күтпеген жерден кіріп кетуге тырысады. Бір таңқаларлығы, олар бөлмеде ес-түссіз жатқан. Қолында үлкен жарасы бар жігітті тауып алады. Дерек есін жиған кезде қыз оны ұрып жібергенін, содан кейін ол есінен танып қалғанын айтады. Клифф ауруханаға баруды ұсынады, бірақ жігіт бұл мекен жайдан бас тартады. Келесі күні екі дос Италияға сапар шегеді. Онда олар қонақ үй бөлмесін жалдайды. Дерек бірнеше күн бойы бөлмеден шықпайды. Тек 3 күннен кейін Клифф досын экскурсияға баруға көндіреді. Алдымен жігіттер мейрамханаға кіреді. Онда Дерек кенеттен жергілікті тағамнан ауырып қалады. Содан кейін жігіттер жүзім бағының иесіне келіп, шарап өндірісімен танысады. Кенеттен Дерек күн сәулесінен қатты тітіркенуді сезіне бастайды. Ол жігіт қараңғы бөлмеде жасырынғанша күшейе түседі. Дерек сөзбе-сөз айқайлай бастайды және тек суық су ғана бұл қорқынышты ауырсынуды жеңілдетуге көмектеседі. Кешке Клифф досын дәрігерге қаралу үшін үйіне қайтуға тағы да көндіреді. Бірақ Дерек саяхатын жалғастырғысы келіп, қайтадан бас тартады. Ол тіпті ашуланып, қабырғаны жұдырығымен ұрып, оның картон сияқты сынуына себеп болды. Осыдан кейін таң қалған Клифф досына тастың бір бөлігін береді. Ол оны тыныштықпен сындырып үлгереді. Деректің жаңа күшін сынау үшін олар далаға шығады. Онда жігіт жалаң қолымен үлкен тасты сындырады. Содан кейін олар аллеяға барады және жігіт көлікті көтеріп үлгереді. Дабыл қаққанда достары бірден қашып кетеді. Ал Клифф мотоцикл руліне отырады. Ал Дерек оны сабырлы түрде екі көлігімен басып озады. Кейінірек жігіт басындағы біртүрлі сезімге байланысты кездейсоқ көзін тырнап алады. Бір таңқаларлығы, оның көзі өте тез қалпына келеді. Бұл оған қайтадан қалыпты көруге мүмкіндік береді. Көп ұзамай Дерек қатты аштықты сезіне бастайды. Бірақ әдетте тамақ сіңірілмейді. Сондықтан жігіт үнемі құсады. Клифф досының оғаш жағдай туралы дәрігеріне хабарлайды. Бірақ ол тіпті онымен не болып жатқанын болжаудан бас тартады және жай ғана тексеруден өту үшін ауруханаға баруды ұсынады. Алайда Дерек ешқайда барудың қажеті жоқ екенін айтады. Өйткені ол өзін сау және күшті сезінеді. Мұны дәлелдеу үшін жігіт далаға шығып, өзінің қабілетін көрсетеді. Дерек ғимараттан ғимаратқа секіреді. Бірақ бұл Клиффті алаңдатып отырған сияқты. Бақытымызға орай, кенеттен әлсіздіктен Дерек ауруханаға баруға келіседі. Бірақ жолда оларды көлік қағып кете жаздады. Содан кейін жолаушылар жүргізушілері жігіттерге шабуыл жасайды. 1-2 секундтың ішінде Дерек оларды залалсыздандырып үлгерді, ал жігіттер қашып үлгерді. Қазірдің өзінде үйде Клифф түнгі оқиғаның жазбаларын қарап шығып, Деректің қолынан қан жалап жатқанын байқады. Бұл факт оларды Деректің вампирге айналуы мүмкін деп ойлауға мәжбүр етеді. Енді Дерек қанға мұқтаж екенін анық түсінді. Бірақ мәселе бар, өйткені олар оны қайдан алуға болатынын білмейді. Сондықтан алдымен Клифф досына оның тілегін қанағаттандыру үшін сиыр мен қан береді. Бірақ дерқол қайтадан ауырып қалады. Содан кейін олар фермаға жаңа қан алу үшін барады. Бірақ бұл жігіттің де аштығын қанағаттандыруға көмектеспейді. Содан кейін олар ауруханаға барады. Онда олар адам қанының орнына қызметкерлерге пара беруге тырысады. Бірақ жұмысшылар полиция шақырады. Бұл жігіттерді қайтадан қашуға мәжбүр етеді. Түнде Клифф төсекке жатқанда Деректің агрессивті болып бара жатқанын байқайды. Шамасы жігіттің жағдайы өте нашар, өйткені ол ешқашан қан алмаған. Клифф оған өзінікін беруді шешті, бірақ кенеттен Дерек қонақ үйдің терезесінен секіріп кетті. Клифф оның артынан қоймаға барады. Ол жерде есінен танып қалған Дерек досына шабуыл жасап, оны өлтіреді. Қанға тойған жігіт ақыры есін жиды. Өзінің ең жақын
досын өлтіргенін және айналасындағыларға қауіп төндіретінін түсінген Дерек өз өмірін қиюды шешеді. Рас, ол мұны істей алмайды. Сондықтан оған не болып жатқанын білу үшін Одриді табу керек деп шешеді. Келесі күні Дерек жолға шыққалы жатыр. Кенеттен оған полиция келді. Ол қорқып, күн қатты жарқырап тұрғанына қарамастан, өзін терезеден лақтырып жібереді. Полиция қызметкері оны қуа бастайды. Бірақ Дерек ауырсынудан қашып үлгереді. Көп ұзамай жігіт Парижге жетеді. Сонда ол қараусыз қалған жертөледе қалады. Кадрларды қарап отыр. Дерек қыздың сол кезде телефонын бөлмеде қалдырғанын байқайды. Сондықтан ол қонақ үйге қайтып барады. Ол жерде оның ұялы телефонын еш қиындықсыз алып кетеді. Рас, көшеде жігітті қазірдің өзінде полиция күтіп тұр. Одан тағы да төбесінен қашуға тура келеді. Сол жерде ол олардың біріне соқтығысып, өзін ұстауға мүмкіндік бермей, полицейді итеріп жібереді. Соның салдарынан ол шатырдан құлап кетеді. Дерек ер адамды құтқаруға тырысады, бірақ ол құлап өледі. Вампир жертөледе жасырынып жатыр. Ол жерде Одридің телефонындағы барлық нөмірлерге қоңырау шалып, біреу оны табуға көмектеседі деп үміттенеді. Біраз уақыттан кейін бейтаныс адам онымен кездесуге келіседі. Дерек көрсетілген жерге келеді, бірақ бейтаныс адамға бармайды. Оның орнына ол ер адамның соңынан үйге баруды шешеді. Сол жерден ол Одридің суретін тауып алады. Сол кезде бейтаныс адам оны байқап, оған шабуыл жасайды. Жігіт ер адамды еш қиындықсыз байлап үлгереді. Содан кейін оның есімі Марис екенін және Одриді танитынын біледі. Марис көптен бері вампир болғысы келетіні белгілі болды. Бірақ қыз оны айналып өтіп жатыр. Ал қандай да бір себептермен ол Дерекке бұрылды. Вампир тікелей эфир ұйымдастырады. Онда ол Одридің онымен кездесуге келуі керек екенін, әйтпесе ол Маристі өлтіретінін түсіндіреді. Біраз уақыттан кейін арнайы жасақ үй-жайға келіп, сөйлемей-ақ өлтіру үшін оқ жаудырады. Соның салдарынан Дерек есінен танып қалады. Бір сәттен кейін ол өмірге келіп, бірнеше минут ішінде барлық полиция қызметкерлерімен күресетін нағыз қатыгез құбыжыққа айналады. Бірнеше күн өтті. Дерек түбінде жатыр. Бірақ кенеттен Одри жарияланып, оған бірден шабуыл жасайды. Ол бірден оның өзіне де, Мариске де ешқашан жақындамауын ескертеді. Дерек қарсылық көрсетуге тырысады. Бірақ қыз әлдеқайда күшті болып шығады. Содан кейін жігіт одан вампир болуды тоқтату үшін дәрі сұрайды. Бірақ қыз оның жоқ екенін түсіндіреді. Ол сондай ақ есін сақтау үшін оны үнемі өлтіру керек екенін қосады. Егер ол бас тартса, ол құбыжыққа айналады. Одри кімнің кім екенін мұқият таңдауға кеңес береді. Мысалы, сіз жаман адамдарды, қарақшыларды және қоғамның әртүрлі қоқыстарын өлтіре аласыз. Соңында ол жігіттің оған ризашылық білдіру керек екенін мойындайды. Өйткені ол оны ауыр дертке шалдыққандықтан айналдырды. Алғашында ол өзін дұрыс істеп жатқанына сенді. Бірақ оның қиналып жатқанын көріп, бұл шешіміне өкіне бастады. Бірақ өкінішке орай ештеңе істей алмады. Бірнеше күннен кейін Дерек жақын адамдарына зиян тигізуі мүмкін деп қорқып, отбасымен қоштасып жатқан видеосын түсіріп жатыр. Енді ол зұлым адамдарды, мысалы, балаларға шабуыл жасайтындарды өлтіруге тырысып, өз тағдырына мойынсұнды. Осы уақытта 3 жасөспірім жеке меншікке жасырынып кіреді. Кенеттен оларға вампир шабуыл жасап, оларды өлтіреді. Вампирге айналған қаскүнем Клифф екені белгілі болды. Өйткені Дерек оны тістеп алып, оны аяқтамаған. Фильмнің соңы. Енді біздің жасаған еңбегімізді бағалап арнаға тіркеліп, лайк басып кетіңіз. Келесі видеода кездескенше.